Қалайсыз екен? Қалай болғанда? Жақсы? Дайындықта таңғы көңіл күй болып тұр. Бірақ дайындық осыған дейін қанша күннен басталды бұрын. Так что кеттік, сіздер біздермен біргесіздер ме? Free Art Media Group представляет. Маңғыстау облысында орналасқан бұл ойпат Қарақия ойпат деп аталады. Бұл теңіз деңгейінен 132 метр төменде орналасқан, яғни минус 132. Бұл тіпті қателеспесем ТМД елдерінде де ең төменгі ойпат болып саналады, ең терең ойпат. Бұл жер тарихи жер. Келіп қараңыздар. Жолға шыққандағы сағыз. Қаңға отырғансыз ке. Тұрман дегенімдей айтады дейді. Үшін бізде бұлай, біз жаңа ғана сағат түскі 1:30 болды. Сол 10-шы қыркүйек күн бейнеуге жеттік. Әрең дегенде. Неге әрең дегенде? Өйткені біз қарнымыз аш. Міне тамақ жедік. Бізде ол борщ, Құдай берген. Яғни плов. Мына шай маған емес, бакоға. Сосын 5 тілім нан бар. Сұрақ қалай бөлсеміз? Айтыңыздар. Біз екеуміз. Қандай жолдың жағдайы мынадай, біз Манатаға жақындай берген кезде жолдың жөнделіп жатқанын көрдік. Ол жерде знак қойылған, белгі 30 километрге дейін ремонт деп. Бірақ одан жылдам өтіп кеттік деп ойлаймын. Ешқандай қиындық болған жоқ. Бір жерде тағы объездной жол бар, айналып өтетін. Ол жерде 2-3 километрде жер. Бұлай орташа есеппен 120 шақырым километрмен жүріп отыруға болатындай жақсы жағдайда. 140-пен де жүріп отыруға болатын, әркім әртүрлі. Бірақ мен көлікті қатты айдағаным дұрыс емес екендігін сіздерге алға тарта отырып айтатыным, тәртіптен аспаңыздар. Жол жақсы екен. Ас болсын. Рахмет, оқасы жоқ. Қалажик. Ас болсын. Біз бейнеуге келген кезде бірден трассадан бері қарай оңай жері, ол Айсәуле кафесі. 800 теңге комплексный обед деп жазылып тұр. Келдік, тамақтандық. 2 адамға мысалға 1600 теңге, тағы бір сусын алсақ 2000 теңгеге шықты. Барлық біздің түскі асымыздың шығыны ол 2000 теңге. Дәл қазір сағат қанша болды? 2-ден 5 кетті. Біздер сағат Ақтаудан сағат 8:30-дарда примерно шықтық та 2-де біздер бейнеуден тамақтанып болып жатырмыз. Енді келесі біздің мақсат ол Құлсарыға, Құлсарыдан ары қарай Атырауға жету. Сондықтан жол болсын, көріскенше.
Құлсары қаласынан Жанаш, Ердәулет деген бауырларымыз күтіп алып жатыр. Менің әріптестерім, фотографтар танысып жатырмыз. Ал жігіттер, рахмет, көп-көп, Алла разы болсын. Әумин. Біздер Құлсары қаласындамыз. Құлсарыға аман-есен жеттік. Жанаш деген бауырымыз күтіп алып жатыр. Рахмет көп-көп, Алла разы болсын. Осындай бауырларымызға көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Әріптестерім менің фотографтар, Құлсарының фотографтары. Танысқаныма қатты қуаныштымын. Бұйырса, иншалла, бұйырса көрсеміз, жолығамыз. Қайтып келеміз Алматыдан. Қайтып келеміз. Обязательно хабарласыңдар. Все. Басқа не айтасыңдар? Басқа не істейміз енді? Счетты мен төлеймін. Жолдарың болсын, аман-есен елдеріңе жетіңдер. Шаруаларың бірыңғайлансын тездетіп. Отбасыларың оралыңдар, жұмыстарың оралыңдар, ең бастысы. Басқа не айтамыз? Жолдарың болсын енді. Тағы да жолдарың болсын. Бұл сапарлардың барысында біз Құлсары қаласынан неге өтіп бара жатырмыз. Мен бұрындар Құлсары аудан деп ойлайтынмын, бірақ ол Құлсары қаласы екен. Сондықтан да бұл Құлсары қаласы, кезекті бір қаланы мен өзім үшін аштым. Бұл жерде барлығы мен шыққан батыстағы, яғни Жаңаөзен қаласына тура ұқсайды барлығы да. Бұл жерде бізді күтіп алған қонақжай бауырларымыз Жанаш және Ердәулет бауырларымыз күтіп алды. Өзіміз секілді, тоже қарапайым адамдар. Өте қызықты бір бас қосу болды. Шай үстел үстінде тамақтанып отырдық. Бір дастархандас болдық, Аллаға шүкір. Ең бір ұмытылмас сәттердің, шытырман оқиғалардың ізінен кейін келе жатқан ұмытылмас тәтті кездердің бірі болды. Сондықтан бұл да Құлсары өзінің бір жағынан ашылып десем де болады. Қандай қызығушылықтар бар екен өздері? Бұл жердің қызығушылығы, бұл жерде сұрадым, сіздерде қандай қызығушылықтар бар? Біздерде кинотеатр жоқ, ашылған, жабылып қала берді дейді. 2 рет ашылып, 2 рет жабылып қалған. 3-ші рет ашылып, жабылып қалмай тұрғанда біз келіп кеттік. Оларда көбіне горилла ішеді екен, сосын жұмысты баса-бас жасай береді екен. Сол, в основном мұнайшылар дейді, бизнес, яғни кәсіпкерлер дейді. Бизнесмендер. Поэтому спецовкасы жоқ мұнайшылар екендігін айтты біздерге. Жаңаөзенде сіздерде спецовкамен жүреді ғой, біздерде спецовкамен жүреді дедік. Бірақ біздерде сол спецовка кимей жүретін түрі. Түсінікті, Құлсары біз үшін тағы да бір қырынан танылды, ашылды. Атырауға да келіп жеттік. Атырауда бізді Дамир бауырымыз күтіп алды. Қалай? Дәл осындай номерде қай кеттік. Демаласың ба? Нағыз демалатын жерде тауып берген. От души кеттік. Мына жерге келесің и не істейсің? Аллилуйя. Құлағынан кейін кішке поза керек ше. Камера неужели көріндірмей? Болды. Бұны бәрін түсірген мен. Бұның бәрін түсірген Баку. Короче, не істеу керек? Суға түсу керек, ауқаттану керек. Одан кейін дұрыстап ұйықтау керек. Көзің асты дейтін көріп